Кесек, бор жеудің пайдасы бар ма? Сіз кесек бор жейтін болсаңыз, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Не себепті адамдар кесек борға жеуге құмар болады? Өйткені ол адамдарда анемияның белгісі болуы мүмкін. Анемия болған кезде қанның құрамындағы гемоглобин немесе қанның көлемінің азаюыңыз белгісі болып табылады. Сол себепті де гемоглобин азайған кезде адам жеуге болмайтын заттарға деген әуестігі артады. Анемияның белгілері қандай? Яғни шаршағыштық, тәбетінің өзгеруі, тәбетінің түсіп кетуі немесе жеуге болмайтын заттарға деген тәбетінің ашылуы, ең жиі кездесетін белгілері шашының сынуы, шашының түсуі және де тырнақтарының сынғыштығы, тырнақтардың пластинкасы майысқақ сынғыш болып келеді суретте көрсетілгендей. Анемия кезінде сонымен қатар іш қатулары да жиі кездеседі. Анемияны емдеу жолы ең алдымен оны сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізге барып жалпы қан анализін тапсырасыз. Қажет болған жағдайда элементтерге де тапсырып қанның құрамын тексеруге болады. Ол элементтер ферритин немесе B12 және фолий қышқылына тапсыру арқылы қанның құрамын толық білуге болады. Егер де анемияның жеңіл түрлері болатын болса, бірінші дәрежелі, онда оны тамақ арқылы алиментарлы түрде емдеуге болады. Ал екінші түрінде дәрі-дәрмекпен. Ал үшінші түрінде қажет болған жағдайда онда қан құю әдістері жасалынады. Сол себепті де анемияны бастапқы кезеңдерінде емдеген дұрыс. Кесекті ұзақ уақыт жеп жүре бергеннен кесекке деген тәбетіңіз тартып немесе жеп жүрсеңіз, қазірден бастап дәрігерге көрінуге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Аружан Балтабайқызы, назарларыңызға рахмет.